Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Ережепова Адия Оразақынқызы, Алматы қаласындағы шет ел тілдері педагогикалық колледжінің қазақ тілі пәнінің оқытушысы. Бүгін қазақ тілінен кезекті сабағымды өткізбекпін. Бүгінгі тақырыбымыз пікірталас мәдениетінің талаптары. Пікірталаста жиі қолданылатын тәсілдер. Сабағымыздың мақсаты пікірталасты мәдени түрде жүргізудің формалары және пікірталаста жиі қолданылатын тәсілдермен танысу. Күтілетін нәтиже: пікірталас және оның түрлері туралы түсінік алады, оның негізгі талаптарын меңгерді. Сабақ соңында түрлерін ажырата біледі, пікірталас мәдениетін үйренеді, өзіндік ой-пікір айтуға дағдыланады, ізденімпаздық, байқағыштық, тапқырлық қасиеттері дамиды, бір-бірін тыңдауға, бағалауға, сұрақ қоюға дағдыланады. Бүгінгі тақырыбымызға Бернард Шоудың мына пікірі арқау болатын сияқты. Тыңдап көрелікші. Егер қолында бір алмасы бар екі адам сол алмаларын алмасса, онда бәрібір екеуінде де бір-бірден алма қалар еді. Ал бір-бірден жаңа ойы бар екі адам бір-бірімен пікір алмасса, екі-екіден ой қалыптасады. Жалпы пікірталас дегеніміз не? Пікірталас дегеніміз белгілі бір қоғамдағы айтыс, тартыс, дау. Пікірталастың басты шарттары: аудиторияға, яғни көпшілікке ой тастайды. Ал көпшілік әрқашан өз ойын бір арнаға құя бермейді. Ойды ой қозғайды, жаңа пікір тудырады, немесе жаңа пікірдің пайда болуына жағдай жасайды, немесе қарсы көзқарас пайда болады. Пікірталас барысында қатысушы тақырып бойынша өз көзқарасын, ойын дәлелдейді. Қарым-қатынас көбінесе иә, жоқ, олай емес деген бағытта жүзеге асады. Қатысушының қателіктен бас тартуына көмектеседі. Ортақ бірлестіктен гөрі көп жағдайда бәсекелестікке бағытталады. Дұрыс идеялар ұсынуға, басқаның пікірін тыңдауға үйретеді. Пікірталасқа қатысушы адамдар нені білуі тиіс? Олар пікірталас мәдениетінің талаптарын білуі тиіс. Пікірталастың тақырыбын, өзі қатысатын пікірталастың мәнін, пікірталастың түрін білуі тиіс. Топтық пікірталастардың кезеңдері. Бірінші кезең – бағдарлау. Бұл кезеңде пікірталастың тақырыбы мен мақсаты анықталады. Тақырыптың барлық қатысушыға бірдей түсінікті әрі өзекті болғаны тиімді. Екінші кезең – ақпараттарды жинау. Бұл кезеңде қатысушылар өз ойларын, сезімдері мен пікірлерін білдіре алады. Егер пікірталас нақты бір мәселенің шешімін табуды көздесе, онда қатысушылардың қай-қайсысына да өздері ойлаған барлық шешімдерді ортаға салуға мүмкіндік берген жөн. Келесі кезең – талқылау барысында алған ақпараттарды реттеу, негіздеу және бірлесе бағалау кезеңі. Бұл кезеңде талқылауға қойылған мәселені шешудің бұрын ұсынған нұсқаларына сыни талдау жасалады. Ең соңғы кезеңі – пікірталастың аяқталу кезеңі, яғни қорытындылар шығару. Пікірталастың мақсаты мен алынған нәтижелерді өзара салыстыру. Егер нақты мәселе талқыланса, онда оны шешудің тәсілдері атап көрсетіледі. Пікірталас белгісін анықтайтын белгілер. Жалпы пікірталастың мақсаты не? Қарсыластың көзін жеткізу. Ал оның әлеуметтік мәні неде? Жалпы адамзаттық мүддені, немесе жеке адамның мүддесін көздейді. Қатысушылардың саны ше? Ол диалогтық, полилогтық. Ал өткізілу сипаты бетпе-бет, баспасөздер арқылы және тағы басқалар. Пікірталас мәдениетінің талаптары. Пікірталасқа қатысушылар тәртіп пен мәдениеттілікті сақтай білуі керек. Олардың пікірлерін тыңдап отырған көпшілікті сыйлай білу керек. Өзін-өзі дұрыс ұстау, яғни сөзге тоқтау, салғыласпау, ашуға ерік бермеу керек. Қарсыласының көзқарасы мен пікірін құрметтей білу керек. Оның кезекті пікір айтуына жол беру керек. Тақырыптан еш ауытқымау керек. Өзіндік көзқарасы
ұстанымы болу керек. Сөйлеу мәдениетін сақтай білу керек. Берілген уақытты үнемді пайдалану, яғни нақты пікір айту керек. Жеке басының намысымен қатар ортақ мүдде мен әділ шешімді мойындау батылдығы болу керек. Берік сенімділік, өз пікірін дәлелді жеткізу мен азаматтық намысы болу керек. Қарсыластың пікірінің дұрыс немесе бұрыстығын саралай білетін жылдамдығы болу керек. Өз пікіріңді дәлелдеу үшін не істейсің? Ол үшін сенің ойың анық болып, өзгеріске түспеу керек. Яғни құбылмау керек. Статистикалық мәліметтерді дәл, көп емес, шамамен қолдану қажет. Сөйлеушінің міндеті дәлелдеу мен сендіру. Сөйлеуші шешендігі сенімді дауыс, айбынды түр үлкен рөл атқарады. Пікірді бекерге шығару тәсілдері. Қатысушы, пікір айтушы сенің ойыңды бекерге шығарғысы келеді. Немесе керісінше, сен оның ойын бекерге шығар. Айғақтар сыналады. Екі жақ бір-бірінің айғағын сынайды. Қанағатсыз етіледі. Яғни ол жерде юмор, ирония, сарказм қолданылады. Және екі жақ бір-біріне қайта бағыттау сұрақтарын қояды. Пікірталасқа қатысқан кезде сенің әрекетің қандай, қарсыласыңның әрекеті қандай? Сен өзің пікірталасқа қатысқан кезде өзімнің көздеген мақсатымды айқындап аламын деп барасың. Ал қарсыласың болса, пікірталасқа қандай мақсатпен келді? Соны білуің керексің. Тойтарыс беремін, оның қандай бағытта дұрыс болатыны жөніндегі ұсыныстарымды айтамын деп барасың. Ал қарсыласыңның сын пікірі қандай? Кемшіліктері мен көзқарасының әлсіз тұстары бар ма? Сенің әрекетің менің пікірімді қарсыласым қалай бағалағанына, өзімді қалай ұстағаныма сын көзбен қараймын дейсің. Ал қарсыласыңның әрекеті маңызды пікір айтты ма? Өз ойын қалай жеткізді? Соған мән бересің. Сыр сұхбат. Азамат пікірінің танылатын орны қандай жер? Ол пікірталас алаңы. Ал пікірталас деген не? Ол ой додасы, сөз майданы, пікір айтылады. Айтылған пікірге қарсы не туады? Ой туады, әрине. Сол жағдайда пікір айтқан адам қандай әрекет жасайды? Ол пікір айтқан жан өз пікірін дәлелдейді. Демек, сөзді сөз оятады, ойды ой тудырады. Түйін. Пікірталаста назар аударатын маңызды мәселелер мыналар. Тақырып. Оған үлкен мән беру керек. Сұрақтар. Сол тақырыптың төңірегінде қойылатын сұрақтар. Пікірталастың жоспары айқын болу керек. Пікірталасқа дайындық жан-жақты жүруі тиіс. Жүргізушілер де өте маңызды рөл атқарады. Сөйлеушілердің сөздері, ой пікірлері өте маңызды. Пікірталасты сонда қорытындылайсыңдар және бағалау. Кері байланыс. Манадан бері айтып отырған мәселелерге сендерде қандай ұғым қалыптасты? Пікірталас мәдениеті туралы не білдің? Келешекте пікірталастың негізгі талаптарын ұстана аласың ба? Өз тәжірибеңде пікірталас түрлерін қай жерде қолданасың? Міне, осы сұрақтардың төңірегінде ойланып көрші. Енді мына сұрақтарға мақал мәтелдетіп жауап беріп көріңіздерші. Қар жана ма? Түкіріктен көл құрала ма? Тауық түс көре ме? Адамда арқау бола ма? Қайтсең тегін ішесің. Қандай бас аяққа тыным бермейді? Тойды бүлдіретін кім? Бар болса ол қандай адам? 5 ешкісі бар кісінің өзге қызметі бола ма? Ойланып көрейік. Осы орайда Радловтың мына сөздері менің ойыма оралып тұр. Бұл пікір өте дәл берілген пікір ғой деп ойлаймын. Қазақтар мүдірмей, кідірмей, ерекше екпінмен сөйлейді. Ойын дәл, айқын ұғындырады. Ауызекі сөйлесіп отырғанның өзінде сөйлеген сөздер ұйқаспен, ырғақпен келетіндігі соншалық бейне бір өлең екен деп таң қаласың. Қазақтардың тілі жатық та шешен, әрі өткір, көбіне іліп қағып, сұрақ пен жауап беруге келгенде таң қаларлықтай оралымды сөйлейді. Неткен
биік баға. Бүгінгі тақырып бойынша мен сіздерге мынандай тапсырмалар бергім келіп отыр. Астарлы ақиқат теледидар бағдарламасын барлықтарыңыз көріп жүрсіздер. Сол бағдарламаның бірін таңдап, пікірталас мәдениеті сақталғанын және пікірталасқа түскендегі сөйлеуге қажетті талаптардың орындалғанын немесе орындалмағанын көрсетіп жазасыздар. Бұл бірінші тапсырма. Екінші тапсырма. Жастар киімі қандай болу керек? Тақырыбына пікірталас жоспарын құрастыр. Алдымен мақсатын айқында. Міндеттерін белгіле. Қатысушыларға тапсырма бер. Пікірталас өткіз. Пікірлерін сарапта, қорытынды нәтижесін шығар. Соңынан түйінде. Енді интернет желісінде пікірталасқа қатысқанда ескерер 7 жайт деген мәлімет бар. Мына сілтемені ашып көрсеңіздер, сонымен таныса аласыздар. Оны да өздеріңіздің күнделікті өмірлеріңізге пайдалануға әбден болады. Біздің колледжіміздің Instagram парақшасына жазылуды ұмытпаңыздар. Колледждің сайты және электрондық поштасы да бар. Колледждің мекенжайы Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, нөмірі 89 үй, Шевченко көшесінің қиылысы. Бейне сабақты көрген соң пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Келесі сабақта кездескенше, назарларыңызға рахмет.